Менің арнама қош келдіңіздер. Арнама лайк басып, комментарийға қалдырып, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Мен бүгін сіздермен осындай казан кебабтың рецептісімен бөліскім келеді. Ол үшін бізге қойдың қабырғалары керек, және де осындай картоп, орташадан кішірек болса да жақсы болады, және бір үлкен немесе екі орташа пияз, сондай-ақ чеснок, 4 зубчик чеснок жарайды. Мен ең алдымен картопымды дұрыстап тұрып жуып, оны құрғақ қылып кептіріп алдым. Қазір майымды отқа құйып қойдым. Майым отқа қызғанша мен қазір жуамды осылай тураймын. Жуамды және чесногымды турап дайындап қоя беремін. Және де кинза, свежий кәдімгі кинза керек. Егер сіз қойдың етін жақтырмайтын болсаңыз, міндетті түрде кинза қосыңыз. Егер сізге ұнайтын болса, онда кинза қоспай қойсаңыз болады. Және мына жерде менде бір помидор турап қойдым мен. Мына қазір мен етпен қуыратындарым. Енді міне майым қызды. Мен картопымды жаңада айттым, жуып, әбден құрғатып сүртіп алдым. Қазір кәдімгі бауырсақ сияқты қылып қуыратын боламын. Бірден көп салмаймын, 3-4-ден салып отырып, кәдімгі мол майда, қызып тұрған майда осылай қуырасыздар. Пісуі міндетті емес, тек бізге әдемілік үшін картоп кәдімгі бауырсақ сияқты сарғайып, қызарып піссе, жеткілікті. Міне түсі осындай әдемі болу керек. Міне осылайша мен барлық картоптарымды қуырып алдым. Егер картопыңызды бірден молдау майға салып жіберсеңіз, ол майда піскенше тұрып қалуы мүмкін, бізге ол керек емес. Сондықтан аз-аздан ғана салып қуырамыз. Табамызды қыздырамыз, майытсыз дымсыз табамызды қыздырып, етімізді жуғаннан кейінгі суын қатты сықпай, міне осылай кішкене суымен азғантай қалады ғой, сонымен бірге біз табаға салып, қозғамай, ештеңе етпей бетін жауып қоятын боламыз орташа отта. Оттың астындағы отын өте қатты басып салмаңыздар, өте қатты шығармаңыздар. Орташа отқа қойып, осылай бетін жабасыздар. Әбден суының бәрі шығып, әбден суының бәрі құрғағанша шығасыздар. Міне мен осындай майлы қабырға керек міндетті түрде. Міне көріп тұрсыздар, түс қабырғасы менің алғаным, және үлкендеу кусокта болу керек. Міне осылай тұздамаймыз, тұздалмаған болуы міндетті қойдың етінің. Осылай бәрін саламыз да қақпақты жауып осылай қойып қоямыз. Міне жайлап қыза бастады. Еттің өзінің 70% құрамында су бар. Кез келген еттің құрамында. Сол еттің құрамында судың бәрі ұшқанша міне осылай отта қайната бересіздер, орташа отта. Бетін ашпаймыз, қозғамаймыз, осы күйінде тұрады. Міне мен әбден шытырлап майдан қызып, майға қуырылып, сондай дыбыс шыққан кезде мен уже қақпағын аштым. Енді кішкене бетін ашып қойып, осылай бет әр жер еттерін аудара отырып, кішкене қызарғанша тағы өзінің майына қуырып аламын. Бетін ашып ұстап тұрмын. Міне тағы да осылай ауыстырып, қазір еттерді мен қуырамын кішкене беті ашық тұрған күйінде. Енді қақпағын жаппаймыз. Әбден суының бәрі сарқылып болды. Таза өзінің майына өзі қуырылып жатыр. Міне көрдіңіздер, еттен қызарғанша осылай аударып, кішкене еттің қызаруын қадағалаймын. Міне әп-әдемі күйге еніп жатыр, еттер прям аппетитный болып тұр. Осылай аударып алдым кішкене. Әбден қуырылғаннан кейін міне осылай мен 100 мл өсімдік майын құямын. Қозғамаймын, тек қана құйып қойдым, және жаңада туралған помидор, пияз, чесногымды осылай үстіне саламын. Бірақ әзірше қозғамаймыз, осылай 1 минуттай солай тағы да қуырылу керек. Астына ештеңе қозғамаймыз, 1 минуттай где-то осылай тұрады. Міне мен 1 минут қуырылды. Енді қазір араластырамын. Осылай араластырып, қозғап. Араластырып, қозғап қоямыз. Міне менің пиязым мынандай әлі піспеген. Осы пияз прозрачный күйге енген кезде басқаларын салатын боламыз. Әзірше пиязым әлі қуырылмаған. Әбден қуырылуын күтемін. Әлсін қозғап қойып, осылай қақпағы ашық тұрған күйінде қуыра беремін. Қақпағын жаппаймыз, отын күшейтпейміз, оты сол орташа отта солай тұрады.
чеснок пен кинзаны, егер сіз жаңада айттым, қойдың етінің иісі, өзінің дәмі ұнайтын болса, чеснок пен кинзаны салмасаңыздар болады. Қазір мен чеснок пен кинза салғандықтан да қазір қойдың етінің иісі де дәмі де шықпайтын болады. Міне менің пиязым пісті, уже прозрачный түске енді. Мен қазір кинзамды салып, және 1 шай қасық соевый соус құямын. 1 шай қасық жеткілікті. Енді дұрыстап тұрып араластырып, сәл қуырып аламын. Міне осылай. Кішкене 1-2 минуттай осылай қуырамын. Сосын тұз саламын. Тұзды дәміне қарай өздеріңіздің қалауыңызша саласыздар. Және бұрыш салдым. Сосын кепкен кинза салуға болады, бірақ менде болмады, мен кориандр салдым. Кепкен кинза салсаңыздар, ол да жаңа қойдың етінің иісін, дәмін кетіруге жақсы әсер етеді. Осылай араластырып қойдым да. Етім әбден қуырылды, жақсы болып тұрып. Енді мен қазір картоптарын салатын боламын. Жаңа қуырып алған картоптарымды міне осылай үстіне саламын. Картоптарды әдемі болу үшін 1 келкі көлемі 1 келкіден таңдасаңыздар, орташадан гөрі төмендеу картоптар жақсы болады. Және сондай-ақ 100 мл су құямын қазір. Жүз миллилитрдей су құйып, құттай шеттерін тегістеп жіберемін де, бетін қақпағын жауып, өте жай отқа қойып тастаймын. Жай отқа қойып, сағаттың үстінде піседі. Картоптарыңызды 1 сағаттың шамасында картоптарыңызды қарап көріңіз. Егер картоптарыңызға пышақ кіріп пісіп тұрса, онда ала беруге болады. Менде 1 сағат 10 минутта пісті. Міне менің казан кебабым шықты. Өте дәмді болды. Сіздер де жасап көріңіздер, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.